Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін мен сіздерге сабақта қолдануға болатын өте қолайлы сайтпен бөліскім келіп отыр. Ол сайттың аты Rocket.ai. Мінекей. Бұл қосымшаға кірмес бұрын біз бірінші тіркелуіміз керек. Осында есімімізді жазамыз. Кейін почтамын жазамыз. Мен жазамын. Осылай тіркеліп аламыз да. Осылай тіркеліп аламыз. Кейін өзіміздің мұғалімді таңдаймыз. Өзіміздің пәнімізді таңдаймыз. Мысалы, мен математика пәнін таңдаймын, және де қай сыныптарға береміз. Мысалы, мен 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейін беремін. Осындай бет ашылады. Бұл қосымшада өте ыңғайлы. Біз КМЖ жасасақ болады, ойын құрастырсақ болады, тест құрастырсақ болады. Немесе мұғалім құралдары бөліміне өтейік. Мына жерде түрлі мұғалімге өте қажет қосымшалар бар. Мінекей сөз дайындау, ата-аналармен қарым-қатынас, әдістемелік нұсқаулық. Осы жерден барлық ақпаратты алсақ болады. Сабақ бөліміне, тәрбие, әкімшілік, мінекей барлығы. Бір өкініштісі, бұл жерде 15 қана мүмкіндік, бірақ біз басқа аккаунттар ашып қолдансақ болады. Ендігі бұл қосымшаны біз қалай қолданамыз? Басты бетке өтейік. Жаңасын жасау. Мен ендігі біз өзіміз қосымша жасап көрейік. КМЖ-дан бастайық. Мысалы, менің тақырыбым теңдеу шешу. Теңдеу шешу. Мақсатын жасап, мен дайым мақсатты қоя саламын. Кейін өзіміздің сыныбымызды таңдаймыз. Мен жібердім. Мінекей бізге чат өзі жасап береді. Өте тез және уақытыңызды үнемдейсіз. Мінекей сіздерге дайын КМЖ жасап берді. Менде арнайы тапсырмалары да бар. Топтық тапсырмалар. Осындай тапсырмалар құрастырып береді. Біз оны сақтап алсақ та болады. Сақтау. Енді ойын жасап көрсек, бұл жолы біз қосып алу. Аудан деген тақырыпты алсақ. Мақсатын былай жаза салсақ, әзірше. Кейін сыныпты таңдаймыз. Мен 4-ші сыныпты таңдаймын. 4-ші сыныпты таңдаймын және жіберу. Бізге чат өзі ойын жасап береді. Мысалы, мен қазір әуешар таңдаймын. Жіберу. Осылай ойын құрастырып береді. Біз оны көшіріп ала аламыз, және де сабақта қолдану өте оңай. Көрсек болады, ашу.
Біз ауданды қалай табу керек екенін білеміз, иә. 5-ті көбейтеміз 7-ге, бізде болады 35. Осылай табады. Оқушылар осы сұрақтарды оқу арқылы интерактивті тақтада осы ойынды қойып өте қызықты болады. Осы осындай ойындар жасасақ болады. Басты бетке өтейік. Біз тест тапсырмаларын немесе мына жерде интерактивті 3D ресурстар бар. Біреуін ашайын. Мысалы, осыны ашсам. Сабақта көрсетуге өте ыңғайлы. Ашық сабақтарда көрсетсек, шеңбер, доңғалақ, радиустық диаметрі. Өзіңізге пәніңізге арналған түрлі тапсырмалар, толық сабақтың ресурстарын осы жерден алсақ болады. Және мұғалімге сөз көмекшісі бар. Өзіңізге керек сабақта немесе наурыз, той, осындай маңызды күндерде айтатын сөздерді осы жерден құрастырып алуға болады. Мінекей әріптестер, бұл сайт өте ыңғайлы, тек көп аккаунт керек, тек қана 15 мүмкіндігі бар екен. Сіздерге ұнады деп ойлаймын. Сау болыңыздар.